Қысқа шашқа укладка жасаймыз. Бірінші шашты жақсылап жуып алдық. 2 рет шампуньмен жуып аламыз. Сосын фенмен шала кептіреміз. Бүгін көтеріп шығамыз. Енді міне шаштың арқы өзі короткий болып каре бұл кісінің шашы. Өткенде мен өзім қиып берген. Енді осы шашқа укладка жасаймыз. Бұлай 2-ге бөліп қыстырып аламыз. Мына жерден бастап укладка істейміз. Мына қысқа жағын, мына шаштың тарақтың мынандай қысқа жағыменен көтеріп аламыз. Түгін көтеріп аламыз. Енді мына орташа брашенкені шашты бұлай айналдырып тұрып қайырамыз. Енді қолтығымызға қысамыз. Мына жақтан бір қатар түсіреміз шашты. Сөйтеміз да келесі қатарды осылай істейміз.
шашыңыз бір шетке қайырылса, бәрібір. негізі былай ашасыз. Мына жаққа қарай ашасыз, иә? Былай өзі ортасынан нете береді. Ортасынан. Енді мына макушкаға шаштың түбіне кішкене гофре қоршамыз.
осы гофре қойған жерімізді начос қыламыз. Азғантай төбіне сол начос жасаған жерге ғана лак сеуіп шығамыз. Не жасайсыздар ма прическа? Иә, жасаймыз. Жазып кетуге балына. Иә. Қашанға керек сізге? Маған 28-ге керек, әлі көп уақыт бар бірақ. Болады, жазылып кетуге. Номерге, дәптерге номеріңізді қалдырып кетіңізші. Қазір ручка берейін. Маникюрлар жасайды келеді. Келмей ма сізге?
Келмен болса 5.000-нан басталады ғой. 28-і сағат нешке и номеріңізді жазып кетіңіз. Сіздер номерлеріңіз бар ма? Өзіңіздің номеріңіз. Болмаса мен номерімді алып кетесіз ба? Сөйтейінші онда хан, мен өйткені қонақ болады да үйде. Адамдар да келе ме? Сол тойға ғой. Актив номерге звондайсыз, мақұл? Макияж бәрі бар, прическа. Очкиімді киіп көрейін де. Қыз көресіз.